Ассалаумағалейкум достар, менің арнама қош келдіңіздер. Апта соңында ММА әлемінде бұрын соңды болмаған турнир өтеді. Бұл UFC White House 200 Freedom 250 деп те атап қойған екен өздері. Ол жағын енді тарқатар жатармыз кейінірек. Бастамас бұрын әдеттегідей менің YouTube арнама шақырамын. Егер жазылмасаңыздар жазылып отырыңыздар. Бұл жерде біз жекпе-жек әлемі, яғни ММА, бокс, күрес жайлы сөз қозғаймыз. Және де менің әлеуметтік желілерім бар, әсіресе Telegram арнамда біраз қызық дүниелер бар, сол жаққа да өте отырыңыздар. Сілтемесін дәл осы видеоның астында қалдырамын. Ал UFC White House-қа келетін болсақ, турнирдің енді бірнеше ерекшелігі бар. Бұл енді біз үйренген 12-14 жекпе-жек емес, бұл 7 жекпе-жек. Енді тізбектеп қазір бұл жұптарға кейінірек тоқталамыз. Қандай ерекшелігі? Енді басты ерекшелігі бұл өтіп жатқан жер, локация. Бұл Ақ үйде өтетін турнир. Тұтастай бір әлемнің тағдырына әсер ететін бір шешімдер қабылданатын жерде. Сондай жерге барып, Дана Уайт көкеміз UFC-ден, MMA-ден төбелес ұйымдастырмақшы. Енді ойлап көріңіздер, 90-шы жылдары сенатор Маккейнмен қырылып жүрген UFC, бір штаттарға зәру болып жүрген, бір штатта өткізу жай, хақына бір құқығына ие болып жүрген, ие бола алмай жүрген организация, ұйым, осындай бір үлкен компанияның дәрежесіне жетіп отыр. Қазір қуана-қуана өзінің бір пиар инструменті құралы ретінде Дана Уайттың, кешіңіздер, Трамптың өзі қолданып отыр. Әрине бұл Трамп үшін де жақсы дүние, оны жай кейінірек айтамыз. ММА үшін бұл жерде ММА не ұтады деген кезде мен ең бір маңызды нәрсе мұнан айтар едім. Бұл енді қазір әлі де біз Америка центристік әлемде өмір сүреміз. Американың жалпы мәдениеті әлі де басым, экономикасы да басым. Енді мәдениетте отырғанда, мысалы спорт туралы айтатын болсақ, ММА Жапонияда қанша жақсы дамыған болды, бірақ әлемге тарап кете алмады. Бірақ Америкадан шыққан нәрсенің көбі жаһанданып бар бүкіл әлем тұтынатын дүниеге айналады. Қарапайым, міне мен мына видеоны түсіріп отырған, мысалы, айфоным бар деген сияқты. Бокс та солай. Бокс Ұлыбританияда туғанмен, бокс меккасы деп Ливерпуль мен Лондонды ешкім атамайды, Лас-Вегаста атайды, сол сияқты. Сондықтан бұл жерде ММА-дың сондай бір легализациясының соңғы бір қадамы деуге болатын шығар. Толықтай міне бекітіп бітті. Бұл енді ел қатарлы, жұрт қатарлы толық қанды спорт. Бұл ережесі жекпе-жек емес. Біздің бір кейбір әріптестер әлі күнге дейін сондай сөз тіркесін қолданады. Ал бұл кәдімгідей үлкен спорт. Бұны тіпті саясат, қазір саясаткерлер, саясат өздерінің бір пиар құралы ретінде қолдана алады. Сондайға дейін жетті. Яғни былайша айтқанда олимпиададан еш кемдігі жоқ, тіпті ұтымды олимпиададан әлдеқайда жақсы. Бұл кәдімгі мейнстрим. Менің ойымша осыны шегелеп тастайтын турнир болады. Бүкіл әлемге паш етіп көрсетеді. Өйткені мысалы енді бір өркениетті дамыған болып есептелетін Францияның өзі соңғы жылдары ғана ММА-ды ресми түрде бекітіп мойындаған. Менің ойымша сол ММА-дың жалпы жекпе-жектің статусын, бұл спорттың статусын, әрине UFC-дің өзінің де статусын айтып отырмыз, акциясын көтереді дейміз, көрсетіп, бүкіл әлемге көрсетіп тастайтын дүние. Міне осыны мойындайық, бұл жақтан енді барлығы ұтады. Енді ойлап көріңіздер, сол бәленбай 30 жыл бұрын сенатор Маккейнмен қырылып жүр деп айттық қой, қырылып жүріп, осындай бір үлкен компания деңгейіне жеткен. Сол кездерде 30-шы жылдары мойындалмай жүрген компания, 90-шы жылдар кешіңіздер, 30 жыл бұрын әрбір бір штатқа зәру болып, штаттарда бір турнир өткізу құқығына қырылысып жүрген, қазір міне Американың бір демократиясының бір төрі болып есептелетін, Ақ үйде турнир өткізгелі жатыр. Менің ойымша бұл жалпы осы уақытта ММА-дың және ең алдымен UFC-дің бір жүріп өткен жолын ашып толықтай көрсететін дүние. Енді көріңіздер ме, сосын Ақ үйде өтіп жатыр деген факттың өзі бұл жерде нені әкеледі? Бұл жерде бірден аудиторияны бүкіл әлемге жайып тастайды. Жайып тастайды, өйткені қазірдің өзінде ММА-ге дым қатысы жоқ, тек қана саяси, сондай мәдени
тіпті өнер бағытында жазатын немесе контент жасайтын үлкен кәдімгі әлемдік ұжымдар да жазып жатыр. Иә, қазір оны бір шолып қарап шығу керек. Мысалы, ертең Washington Post, New York Times деген сияқтылар жазып жатса, Ұлыбритания, Францияның үлкен бір конгломерат каналдары бар, иә, Әл Жазира бүкіл араб еліне мысалы каналдар, иә, сондайлар бұл туралы контент жасауы мүмкін. Міне түбі қайда жатыр? Бұл енді бір потолокқа тірелесің ғой, иә. UFC бұл әлемді жаулады, бүкіл әлем брендті білет, иә, өзінің тұрақты жанкүйері бар, бірақ сол аудиторияны кеңейту керек. Міне осындай турнирлер аудиторияны кеңейтуі әбден мүмкін деп ойлаймын. Сосын бұл жерде тағы да бір дүние, дәл сол турнир болатын күні Дональд Трамп атамыз 80 жасқа толайын деп жатыр. Бұйыртса сол күнге аман жетсе, онда 80 жасқа толады. Осындай да қызық дүние бар, яғни Freedom 250 деп атап қойған. Бір қарасаң, Американың 250 жылдығына арналған, иә, бірақ бұл 4 шілде күні болатын шара. Тәуелсіздік декларациясына қол қойылған, егер тарихқа жүгінетін болса, қатты үңілмей ақ қояйық, иә. Бірақ 3 апта бұрын өткізіліп жатыр. Бұл Дональд Трамптың туған күніне орай жасалып жатқан нәрсе. Негізінен енді Дональд Трампқа қарыздар жігіт Дана Уайт кезінде Лигандта құтқарып қалған дегендей. Осындай бір сипаттама бұл турнирге. Жалпы менің ойымша өте бір қызықты кейсті біз көреміз. Жалпы сосын бұл турнирдің эффектісі, әсерін біз алдағы бір 4-5 жылда көретін боламыз деп ойлаймын. 7 жекпе-жек картта. Енді былай қарасаң, White House деген кезде бір сұмдық бірдеңе көргілеріміз келді. Я, ерекше дейікші, ерекше, я, бұрын соңды болмаған, бірақ негізінен жекпе-жектер сол нөмірлі турнирлерде болатын. Жақсы нөмірлі турнирлерге болатын, иә. Енді ең қазір басты жұлдыздардың бірі бұл Илья Тапурия картты басқарады. Тапурияға кейінірек келеміз. Диего Лопес пен Стив Гарсия бізде картты ашады. Енді қарасаңыздар, бұл жерде негізінен Дағыстан, Ресей, ТМД жақтардан ешкімді тартпаған, негізінен сол батысқа бейімделген карт толықтай, иә. 14 жекпе-жек, 14 жекпе-жектің енді 7 жекпе-жек, 14 адам, соның 8-інде америкалық жігіттер төбелеседі. Кейбіреулері сол Америкаға азаматы болмаса да Америкаға қатысы бар адамдар деген сияқты. Гарсия мен Лопес енді топ деуге болады, әрине топтағы жігіттер, әсіресе Лопес. Енді мәселе онда емес. Мәселе бұл жерде тәп-тәуір жекпе-жек көрсетеді деген сөз. Я, нағыз Американың публикасын ұнататындай. Бо Никол бұл жерде барлығы түсінікті, я. Кайл Докус, менің ойымша, Докусты оп-оңай өте шығу керек. Жалпы Бо Николға барынша бір буст беріп отыр. Сосын көрдіңіздер ме, жалпы UFC-де жүрген жігіттердің әсіресе карьерамды қазір міне жаңа деңгейге шығарсам екен деп чемпион болмаған адамдар үшін бұндай турнирге қатысып қалудың өзі бір үлкен мәртебе. Майкл Чендлер, бұл да Америка публикасы үшін өте бір өтімді азаматтардың бірі. Міне барлығын қарасаңыздар, сол Дерек Льюис пен Джош Хокиттен енді үміті зор. UFC-дің 3 жекпе-жегі соңғы барлығы бонуспен аяқталған деген сияқты. Шон О'Мелли тағы да міне бірінен асқан бірі америкалықтар, былайша айтқанда, иә. Айман Захаби қазір 7-8 жекпе-жек серияда келе жатыр. Дөп басып айтты, есімде жоқ, қазір кем дегенде 7 жекпе-жек болу керек. Бұл жерде де енді көрдіңіздер ме, Шон О'Мелли ұтса, онда болды титул деген сөз. Айман Захабиді негізі ұта алады. Иә, негізі ондай мүмкіншілік бар, бірақ бұл жерде тағы да айтайық, қатты бір біреудің ұтқаны бір міндетті түрде, енді біздің категорияны ойлайтын болсақ, міндетті түрде америкалық ұту керек деген ондай жоспар жоқ. Ал мына Алекс Перейра мен Сирил Ган арасындағы жекпе-жек мен үшін өте қызық және сәл түсініксіздеу. Жеңімпазды алдын ала бір анықтау, біреуге басымдық беру деген нәрсе келген кезде кішкене қиналып отырмын. Енді Алекс Перейраның соңғы бір жаттығуларына қарағанда тым көп артық салмақ қосып алған сияқты, бұрынғыдай шапшаң емес, кезінде орта салмақта өнер көрсеткен жігіт екенін ұмытпайық. Енді қалай дегенмен, Перейраның жасап жатқаны бұл тарихи дүние, иә. Өйткені біріншіден тарихи турнир, ол жарайды, ол бір бөлек. Перейраның жеке өз басы үшін бұл 3-ші титулға айналуы мүмкін, егер жеңіске жетіп жатса. Қызықтың бәрі осында, өйткені 3 салмақта чемпион болған жігіттер
UFC'де жоқ осы уақытқа дейін, 30 жылдан астам тарихында. Енді бір жағынан ол бір бөлек, көрдіңіздер ме, бұл мысалы бокспен аналогия келтіретін болсақ, бокста әсіресе орта салмаққа дейін, әрбір 1,5 келі бұл басқа салмақ дәрежесі, дер кезінде дәретханаға бармасаң, онда басқа салмаққа ауысып кеттің деген сөз. Сол сияқты ғой. Ал бұл жерде енді салмақтардың арасы үлкен, 8-9 келіден, сондықтан 3 салмақ дегеніміз бұл UFC үшін өте үлкен көрсеткіш. Яғни Алекс Перейра қазір жалпы ММА демей ақ қояйық, өйткені Глоридегі жетістіктер бар ғой, жалпы жекпе-жек спортындағы ең ұлы бір атлеттердің қатарына енуі мүмкін, өйткені Глоридің кикбоксингтің шыңын бағындырған адам кеп енді ММА-дің шыңын бағындырды, бірақ енді мынауың енді шынымен де өте үлкен аргумент болады. Ертең Джон Джонс, Федор Емельяненко тағы бар атайтындар. Солардың қатарында Алекс Перейра да жүреді деген сөз. Андерсон Сильва деген сияқты, Хабиб, Ислам, кімдерді ең ұлы деген кезде алғашқы ондықта Алекс Перейра жүретініне еш күмәнім жоқ. Сирил Ган, оның қарсыласы, стиль жағынан сәл ыңғайсыздау болып көрінеді. Сирил Ган, менің ойымша, Алекс Перейра үшін өткені тым көп қозғалады, өте көп қозғалады. Сондай бір қимылдарға көп ден қояды, және ең бастысы ұпайға төбелесетін адам. Ал Алекс Перейраны біз білеміз, бұл негізінен ұпай жинайтын адам емес. Жалпы ондай бір іштей өз-өзіне нұсқама қоятын да адам болып көрінбейді. Сәл басымдықты қалай дегенмен Сирил Ганға берем, өйткені әлі Перейра сияқты тозбаған да шығар, және өз салмағында екенін ұмытпайық. Бабы да тәп-тәуір, соңғы жекпе-жектерінде көрдік, әсіресе Том Аспиналға қарсы қалай бокс көрсеткенін көрдік қой, сол әлі есімнен шықпай отыр Абу-Дабидегі турнирде. Соны ескеретін болсақ, Сирил Ганға сәл басымдылық берер едім. Илья Тапурия, Джастин Гейджи жайлы не дейміз? Гейджи азып-тозып уақыты біткен деп айтуға болады ма? Болатын да шығар. Бірақ екі соңғы жекпе-жегінде тәп-тәуір өнер көрсетті, әсіресе Пимблетке қарсы интерим тайтл, яғни уақытша титулды сарапқа салған кезде әлі де бұл жігіттің бойында бірдеңе бар екенін көзіміз жетті. Бірақ сондай бір сұрапыл нокауттар жоқ бұрынғыдай, жалпы қарсыластарды пытырлатып оңды-солды құлататын адам емес. Тағы да әсіресе соңғы жекпе-жектеріне келеміз, керісінше өзі де құлап қалуы мүмкін. Макс Холлоуға қарсы жекпе-жекте біз бұны көрдік. Енді Илья Тапурияға былай қарасаң, Гейджидан ыңғайлы қарсылас таппайсың қазір, қолында титулы бар, танымал, стиль деген тап-тамаша, бүйтіп кел деп тұр, былай келе ғой қане деген сияқты. Сондықтан бұл жерде мен Илья Тапурияны өте үлкен кәдімгідей фаворит деп есептеймін. Енді бұл жерде не болуы мүмкін? Ғайыптан тайып бір дайындығында бір жерде қисайып кетсе, салмақ дұрыс қуа алмай қалса, бір жыл тұрып қалғаны да бар Тапурияның. Сондай бір форс-мажор бірдеңелер, бір бәлелер болып қалмаса, негізінен Тапурия үшін бұл жекпе-жек 2, әрі кетсе 3 раундтың шаруасы деп ойлаймын. 3 раундтық шаруа деген ойдамын. Және бұл жерде көріңіздер, тағы да бұл жерде өте үлкен промоакция, үлкен тарихи турнирде жекпе-жек өткізу, өз есімін тағы да бір бұл әлемде бір бекіте түсу, үлкен бір спортшы ретінде, аңыз ретінде дейміз бе, мен бұл да 2 салмақты бағындырған, қатарынан нокауттар жасап келе жатқан адам. Бұл жағынан да әрине бұл Тапурияның танымалдығын арттырады, бизнестен тілмен сөйлейтін болсақ, акциясын арттырады, және бұл турнирдің эффектісі Тапурияның арқасында ертең UFC-де де біраз жерге апаруы мүмкін. Мысалы, Испаниядағы Сантьяго Бернабеуде турнир өткізу, бұл бос әңгіме емес. Ондай жалпы ниет бар UFC-де, сондықтан сол жаққа дейін кетіп қалуы мүмкін, өйткені королевская семья бар, ақсүйектері бар Испанияның, сол жаққа дейін жол ашылуы мүмкін деген ойдамын негізі. Бірақ турнир
Барнабеуда жасалуу жайлы негизинен козголостор болгону рас. Міне осындай эффект болуу мүмкүн, бул турнир осындай нерсеге уласуу мүмкүн деген иштей ой бар. Міндетті түрде өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар, ал мен шама келгенше осылай бір байланысқа шығып сіздермен жекпе-жектерді талқылап отыруға тырысамын. Шама келгенше әрине комментарийде сіздерге жауап қайтаруға тырысамын. Сондықтан қош келдіңіздер, өз ойларыңызды жаза отырыңыздар, бірге талқылап көрейік.